Еліміздегі ғылымның даму тарихына арналған ең алғашқы музей бұл Қазақстан ғылымның тарихы музейі. Ол 2010 жылы 11 ақпанда ғылым комитетінің бұйрығымен құрылған болатын. Бұған дейін ешбір жерде Қазақстан ғылымның даму тарихы толықтай ұсынылмаған болатын. Сондықтан да бұл музей Қазақстан ғылымның көп жылдық тарихынан сыр шертетін және оны зерттеп таныту мақсатында құрылған ең алғашқы мекеме болып саналады. Музей экспозициясының құрылымы үш негізгі тақырыптық бөлімді құрайды. Ең бірінші бөлім Қазақстан ғылымының ежелгі дәуірінің қайнар көздеріне және 19 ғасырдың ағартушы ғалымдарына арналған. Ал екінші бөлім кеңес дәуірі кезіндегі Қазақстан ғылымының қалыптасуы мен дамуына арналған. Бұл бөлімде алаш қайраткерлерінен бастап КСР ғылым академиясының қазақстандық базасы және Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы және оның ғылымның дамуына қосқан үлесі көрсетілген. Үшінші бөлім тәуелсіздіктен кейінгі Қазақстан ғылымының дамуына арналады. Жалпы музей экспозицияларының басым бөлігі отандық ғылымның дамуына үлес қосқан академик ғалымдардың жеке мұрағатынан алынған жәдігерлер құрайды.